2 жыл болды. Мен міне қазіргі күні бүгінгі дейін мен ұйықтамаймын. Ұлым ұйықтамайды. Гүлжан Бөлекбаеваның ұйқысыз түндер өткөрүп келе жатқанына 2 жыл болса, қалалық әкімдіктен бастап түрлі мекеменің табалдырығын тоздырған мазасыз күндеріне 6 жыл. Аядай бір бөлмеде 5 баламен тұрады. Ахмер ауылындағы Омар 33-2 деген бұл мекен жайды картадан іздеп таппайсыз. Себебі бұл жердің иесі әлі үй салмаған, тек уақытша баспана қалқайтқанда 2 шаңыраққа жалға беріп қойған. Сол екеудің бірі алтын алқалы, жалғыз басты және науқас баланы бағып отырған ана Гүлжан Бөлекбаеваның отбасы. Иә, оның ұлы Жәнібектің 2-ші топтағы мүгедек атанғанына да 2 жыл. Табиғатынан тұйық бала колледждің алғашқы курсында жүргенінде бөгде мінез тапқан. Дәрігерлердің айтуынша бала әлденеден шошыныпты. Неге жылайсың деп, жоқ мен оқымаймын, мен болды деп. Өзім түнде жалпы осы этаждан қорқам, бұл этажда өлген адамдар бар деп сөйте бастады. Мешітке қашып кетіп жүрді, әр жерден психобольницаға алып кетіпті, милициялармен кәдімгі учаскелік. Солар алып кетті дегеннен кейін артынан қуып, бұл баланың біз қайта-қайта барып жүрдік. Ақырында маған сол жерде острый психоз деген секретный көрсетпей не жазып жатыр екен. Жоқ, менің балам үйтіп ауырмайды, мен алып кетем деп дау-дамай көтердім мен. Сосын жанымда сіңілдерім бар. Сол жерден алып кеттік баланы. Алып кеткеннен кейін үйге барған кезде қайтадан маған түн баласы өзіме жүгірді. Мен ұйықтаған жоқ, мені танымай кетті. Сол себепті мен күйеу балаларымды шақыртып, бұл баланы алдап, осы больницаға өз қолыммен табыс еттім. Ананың айтуынша, Жәнібектің еш нәрсеге қызығушылығы жоқ. Ұялы телефоннан қабір азабы туралы видеоларды ғана көреді. Көріп болғаннан кейін, мама, демек Алла тағала мені жақсы көрген ғой. Иса пайғамбардың іблісі бар екен, шайтан деген көп болады екен дейтінін қайтерсіз. Өзінің бір жеке несі болса, баспанам болса деп армандайтыным сол. Бір бөлмесі өзінің болғаны жөн ғой, қыздарында күйіс кетіп қалады, таптап өтіп кетеді, кейде бұл бала дұрыс көзге қарамайды көп. Ойымды жинақтап, әкімге кірген едім Омар Жақсылыққа. Менің жағдайым болса мынау, мені қашан қыстып жүрем, өзім алтын алқам, маған положено, елдің бәрі алып жатқан нәрсе үй ғой, маған неге без очередь бермеске, менің 3 бірдей причинам бар ғой деп мен қағаз бердім. Ол кісі бекер обалы жоқ, фамилиямды жазып, сіздер сөйтіңіздер деп арызымды алып қалды. Сол жердегі қыздар, бұл арызды мен сізге қорықпаңыз, уайымдамаңыз, жата беріңіз деп жансая деңізді 106-шы кабинетке апарыңыз деді. Маған жеке тапсырады деді. Оны тапсырды, тапсырмады білмеймін. Не жауабы жоқ хаттың 2,5 ай бойы. Гүлжан Бөлекбаева арада 2,5 ай өткенде қала әкімінің ықшам аудандарды аралап, халықпен кездесіп жүргенін біледі. Үзілмеген үміт жетелеп, бұл жолы да сол жиналыстардың біріне қатысады. Тағы да арыз айтады, тағы да жағдайын бір бет параққа жазып қалдырады. Мысалы, балаларды бақытты қыламыз дейді ғой. Оқудағы қызым, 9-шы оқитын қызым, бәрі үлгілі оқушы болғанмен, дегенмен соңғы кездері маған жалобы түсіп жатыр. Біз сабағымызды оқи алмай, дұрыс болмай барамыз. Мына бала кішкене боқтап, нетіп жіберетін балаларды, қыздарды. Жасарып бара жатқан жоқпын. 8 балам менің 8 миллион тұрмай ма? Хотя бы сөйтіп маған жеңілдікпен үй алып берсін. Алтын алқа деген немін бар, атым бар. Бұл отбасы әуелде осы ауладағы ортасы пешпен бөлінген мына бір бөлмені мекендепті. Қанша дегенмен уақытша баспана деген аты бар емес пе? Оның төбесі опырылып түсіпті. Ілде байлап көтеріп қойғанымен жыртық жамау бөлме паналауға жарамаған. Содан кейін қабырғалас көршісінің баспанасына, яғни қазіргі 2 бөлменің біріне сұранып уақытша кірген. Иә, тағы да уақытша дедік. Осы тартқан азабым да уақытша болса екен, дейді Гүлжан ана.